Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қатпарлы қамырдан жасалған ерекше пицца әзірлейтін боламыз. Бұл пиццаны балалар өте сүйіп жейді. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл ерекше пицца аз ғана уақыттың ішінде дайындалады және сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды. Сонымен ерекше пиццаны әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін ең бірінші осындай сосисканы осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ірімшікті кез келген үккіштен өткізуге болады. Мен аз ғана мөлшерде қолдандым. 200 грамм ірімшік болса жеткілікті. Одан кейін бір ғана қызанақ керек. Қызанақты осылай бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін бізге осындай дүкеннен сатып алған қатпарлы қамыр керек болады. Қатпарлы қамырды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Міне видеода көргендей етіп, сосисканы, одан кейін қызанақты, одан кейін жұмыртқаның сарысын жағамыз да бетіне ірімшікті себелейміз. Достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сосисканың орнына кез келген тартылған етті немесе колбасаны қолдануға болады. Егер сіздер сосисканың орнына тартылған етті қолданғыларыңыз келсе, ең бірінші тартылған етті тапада қуырып алу керек, содан кейін барып қолдансаңыздар болады. Достар, осылай пиццаларымызды әзірлеп болғаннан кейін противенге салып 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан арасында ашып қарап тұруға кеңес беремін. Менің пешімде 15 минутта пісті, өте дәмді болады. Өздеріңіз байқап тұрғандай, бұл пиццалардың ерекшелігі қамыры қатпарлы қамыр болғандықтан. Көбіне аналарға кеңес беремін. Балалар пицца деп сұраған кезде осыны жасауға болады. Менің балаларым өте жақсы көреді және үйде өте жиі дайындаймын. Сіздерге де кеңес беремін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үлкендер де сүйіп жейді. Достар, келесіде менің ерекше рецепттерімді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий бөліміне барынша комментарийді жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Достар, енді бұл пиццаның дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздерші. Керемет болады. Комментарий бөліміне келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, жазып кетулеріңізді сұраймын. Жұма күні өте керемет кешкі астың рецепті шығады. Жіберіп алмаңыздар.